Армысыздар, құрметті көрермендер, өздеріңізбен кезекті мәрте Украина тақырыбын ортаға салсақ, Ресей тарихындағы 3-ші мобилизация аяқталды. Алғашқы мобилизация 1-ші дүниежүзілік соғыста болды. 2-ші мобилизация 2-ші жаһан соғысында жарияланды, ал 3-ші мобилизация 2022 жылы 21-ші қыркүйекте жарияланған болатын. Ресей билігі оны толық мобилизация деп жариялаған жоқ, жартылай мобилизация өткізетіні жайлы жариялаған болады, бірақ бұл мобилизацияның шуы өте көп болды. Ол көршілес мемлекеттерге де әсер етті, оның ішінде Қазақстан да бар. Неге? Себебі мобилизацияға іліккісі келмеген жүздеген мың ресейлік ер азаматтар көршілес жатқан мемлекеттерге бас сауғалап қашып кетті. Осындай шулы даулы негізде өткен мобилизация ресми түрде Ресейде аяқталды. О баста мобилизация бойынша 300 мың адамды жұмылдыратыны жайлы ақпарат берілген болатын. Шойгу қазанның соңында мобилизацияның аяқталғаны жайлы жариялады, және мобилизацияның нәтижесінде 300 мың адам жұмылдырылып, оның 82 мыңы ұрыс даласына аттанып үлгергені жайлы ақпарат берді. Бірақ араға бірнеше күн салып, яғни қарашаның 4 күні Путин мобилизацияға қатысты тағы бір ақпарат берді. Путин сұхбат барысында жалпылай алған кезде 318 мың адам мобилизацияланып, 49 мың адам ұрыс даласына аттанғаны жайлы ақпарат берді. Яғни бұл жерде біз Ресейдің президенті мен Ресейдің қорғаныс министрлігінің арасындағы ақпараттардың алшақтығын байқап отырмыз. Екеуінің беріп отырған ақпарат екі түрлі. Әрине бұған қатысты қоғамда, бұған қатысты түрлі ақпарат көздері мен бақ өкілдері де сұрақтар қойып жатты. Дегенмен Кремльдің тарапынан бұл екі ақпараттың алшақтығына байланысты ресми түсініктеме берілген жоқ. Ресми түсініктеменің берілмегені барлығына белгілі, себебі әдеттегідей Кремль мұндай жағдайларда басын құмға тыққан жаңағы түйе құстай жауаптан жалтарып қашып үлгерді. Дегенмен Ресей мобилизацияны жариялаған кезде ұрыс даласында айтарлықтай жетістіктерге жетеміз және басымдықты көрсетеміз деген мақсат міндеттерін алға қойған болатын. 2022 жылдың 24 ақпан күні Ресей Украинаға баса көктеп кірген кезде, о баста бұл соғыстың басты мақсаты ретінде Киев режимін ауыстыру, Украинаның қарулы күштерін талқандау, Украинаны НАТО-ға кіргізбеу, Украина жерінде денацификация жүргізу деген сынды түрлі міндеттерді қойған болатын. Бірақ ұрыс даласындағы сәттіліктер мен сәтсіздіктерге байланысты Ресейдің мақсат міндеттері де алма-ғайып негізде өзгеріп отырғанына барлығымыздың көзіміз жетті. Қазіргі уақытта Ресейдің мақсат міндеттері мұндай ауқымды емес, және оның негізгі мақсаты мен міндетіне Запорожье, Херсон, Луганск және Донецк облыстарын сақтап қалу, ұстап қалу міндеттері кіріп отыр. Ресей 300 мыңға жуық адамды мобилизациялау арқылы осы аймақтың қорғаныс шебіне жүздеген мың әскерді жіберіп, қорғаныс шебін күшейту мақсатын алға қойды. Қазірдің өзінде мобилизацияланған жас сарбаздар аталмыш қорғаныс шептеріне аттанып жатқаны белгілі болды. Тіпті алдыңғысы қара табытқа түсіп жатыр, кейбірі ұрыс даласынан қашып кетті, кейбірі тұтқынға түсті деген сияқты. Яғни мобилизацияланғандар соғыстың тауқыметін, соғыстың ауырлығы мен соғыстың қиянатын өзінің еті мен сүйегінен сезініп өткізіп үлгеруде. Енді мобилизацияланғандар қандай міндетті шеше алды? Бір ғана міндетті шеше алды деп айтсақ болады. Ол Украина соғысында Ресейдің кейбір қорғаныс шебін күшейту мүмкіндігіне Ресей ие болды, және мобилизацияланғандар саны мен қазіргі уақытта үлкен шығынға ұшырап жатқанына қарамастан, Ресей Донецк және Луганск облысындағы бір қатар қорғаныс шебін күшейте білді деп айтсақ болады. Тіпті Донецк облысында Ресей алдыға жылжуға талпыныстар жасап, мобилизацияланған сарбаздарды алдыңғы шепке тастап, қарсы шабуылға шығуға тырысып көрді. Дегенмен айтарлықтай нәтижеге жеткен жоқ. Неге? Себебі де түсінікті. Себебі бір ай бұрын ғана мобилизацияланған сарбаздар айтарлықтай дайындықтан өткен жоқ, айтарлықтай қаруды игерген жоқ, және 8 жыл бойы Украинаның тұтастығы мен тыныштығын қорғау жолында соғысып келе жатқан кәсіби әскермен ұрыс даласында кезіккен кезде, әрине олардың шығыны орасан зор болатыны бесенеден белгілі, 5 жасар балаға да түсінікті. Сондықтан мобилизацияланғандардың саны басым болса да, ұрыс даласында айтарлықтай үлкен өзгерістер бола қойған жоқ. Тіпті шығын да жетерлік екен. Ол туралы Украинаның емес, Ресейдің өзінің тәуелсіз бақтары, Ресейдің телеграм арналары қазір жазып жатыр. Мысалы алып қарайтын болсақ, Луганскінің Сватово елді мекенінде Воронеж облысына мобилизацияланған дардың ішінде 500-ден астам адам бір аптаның ішінде қаза тапқаны жайлы ақпарат бар. Бұл жайлы Ресейдің Верстка басылымы жазды. Верстка бұл Ресейдегі тәуелсіз бақ өкілдерінің жаңағы өкілдерінен жиналған бақ болып саналады. Оның жазуы бойынша
Луганск облысының Сватово елді мекенінде мобилизацияланғандардың 500-ден астамы қаза тапқан. Себебі негізінде аумақтық қорғаныс жасақтарына кіруге тиіс мобилизацияланған азаматтар ұрыс даласына аттандырылған және қорғаныс шебінің ең алдыңғы шебіне қойылған. Әрине, Украина әскері артиллериямен, минометпен, дронмен соққы жасау арқылы 500-ден астам мобилизацияланған сарбаздың көзін жойған, оның ішінде 40-қа жуығы ғана тірі қалып, бірнешеуі жараланған. Яғни, шығын деген кемі 95% деген сөз. Бұл бойынша сол бір қан-қасаптың ішінде болған мобилизацияланған сарбаздар өздері сұхбат беріп, қандай қиындықты бастан кешірген жайлы ақпараттарды Верстка басылымына беріп отыр. Дәл осы сияқты Ресейдің өзге де әскери бөлімдері мобилизацияланған жасақтары үлкен шығынға ұшырады. Әсіресе теңіз жаяу әскери күштерінің 155-ші бригадасының жазған хаты әлеуметтік желілерде тарап кетті. Бұл хатты Ресейдің әскери сарапшылары, пропагандисттер өздерінің телеграм арналарына салды. Бұл хатқа назар аударатын болсақ, 155-ші бригада біліксіз қолбасшылардың амбициялық негізде медальді ғана иеленуге ұмтылған әскери шенді азаматтардың алға жас сарбаздарды салып, шабуылдың нәтижесінде қандай да бір шенді иемденіп қалуға тырысуының салдарынан 300-ден астам сарбаздың 4 күнде жойылғанын және техникалардың 50%-дан астамы жоғалғаны жайлы ақпаратты көрсек болады. Бұл жайында 155-ші теңіз жаяу әскери бригадасының күштері Ресейдің қорғаныс министрлігінен тәуелсіз сараптама жүргізу арқылы қолбасшыларды алмастыру керектігін, мақсатсыз мәнсіз шабуылдарды тоқтату қажет екені жайлы талап қойып хат жазғанын көре аламыз. Бұл бар болғаны бірнеше мысалдар ғана. Мұндай мысалдар жетерлік, ақпарат көзіне шықпаған, медиа кеңістікке қалқып көрінбеген мұндай ақпараттардың көп екені сөзсіз деп өз басым ойлаймын. Жалпы Ресейдегі мобилизация айтарлықтай нәтиже берген жоқ, және бұл алдағы уақытта Ресей билігінің өзіне бір қатар қиындықтар әкеліп соқтыруы мүмкін, әсіресе моральдық және экономикалық тұрғыдан. Неге? Себебі мобилизацияланғандарды ынталандыратын бір ғана дүние бар, ол ақша. Олар мотивациялық негізде алдыңғы шепке ұмтылып, өз еркімен соғысқа аттанған азаматтар емес. Олардың мотивациясы, егер бар болатын болса, көпшілігінде ол да жоқ. Егер бар болатын болса, ол ақша ғана. Міне осы бір ғана мотивацияның өзін Ресей билігі жарытып бере алмауда. Ол жайлы біз Ресейдің өзге де әскери бөлімшелерінде болып жатқан наразылықтардан көріп отырмыз. Жақын аралықта ғана Қазанда болған мобилизацияланғандардың бөлігін көрдік. Онда мобилизацияланғандар тіпті генералдың өзіне қарсы шығып, біздің қаражатымызды беріңдер, бізді қажетті қару-жарақпен де, қажетті киім-кешекпен де, әскери формамен де, жатын орынмен де, жылы тамақпен де қамтамасыз ете алмадыңдар. Бізге уәде етілген бір реттік қаржыны да, ақшаны да төлеген жоқсыңдар. Сондықтан бұл мобилизацияланған жүйелердің барлығы қате деген сынды бүлікті жасап жатыр. Мұндай бүліктер Ресейдің көптеген әскери бөлімшелерінде болып жатыр. Осыған қарабақ Ресейдің көптеген әскери бөлімшелерінде үлкен бүліктің болуы мүмкін деген болжамды айтуға болатын шығар. Мобилизацияланғандарға қатысты жалпылай айтқан кезде қысқаша осы: Ресей билігі мобилизациялауды тоқтатар емес, жасырын негізде мобилизацияны ары қарай жүргізе беретін сияқты. Тіпті Песков Путиннің мобилизацияны аяқтау туралы жарлыққа қол қоймауын, мұндай жарлыққа қол қоюдың қажеттілігі жоқ, біз мобилизацияны аяқтадық деп мәлімдеген болатын. Алайда жарлыққа қол қойылмаса, демек бұл мобилизациялау әрекеттерін ары қарай түрлі формада жүргізе беруге мүмкіндік ашу ретінде түсінуге болатын шығар. Ресейдің президенті Владимир Путин қылмыскерлерді мобилизациялауға болатын жарлыққа қол қойды. Бұған дейін қылмыскерлерді түрмелерді аралап жүріп, Вагнердің басшысы Пригожин жинап, өзінің жеке әскери компаниясының мүшесі ретінде, жендеттері ретінде түрмедегі сотталушыларды қосып келген болатын. Енді Ресейде түрмедегі азаматтарды әскери мақсатта мобилизациялауға ресми түрде рұқсат етілетін жарлыққа қол қойылды. Бұл дегеніміз бірнеше жүз мың адамды қосымша әскер ретінде ұрыс даласына жіберуге болатын мүмкіндікті ашып отыр. Сондықтан Ресей билігі қазіргі 300 мың мобилизацияланған адамның ұрыс даласында айтарлықтай нәтижені бере алмасын біледі. Сондықтан жасырын негізде болсын, өзге де жарлық пен бұйрықтарды шығару арқылы мобилизацияны ары қарай жалғастыра беру қажеттігін түсініп отырған сияқты, сол мақсатта белгілі бір шаралар мен іс-әрекеттерді жасауда. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.